армысың қызық. Маған қайта-қайта бір роликтер жіберіп береді да. Мына бір роликті жібереді. Ол жерде былай деп жазып қойыпты. Құдай жоқ деп. Ислам әлемінің имамдары бар. Мен исламды қабылдадым деген қазақтардың бәрі жабылып жатыр. Бар жігерлерін, бар қайраттарын, бар күштерін, бар өзінің білген, білмеген ілімі мен ғылымын салып, жаңағы Ысқақпен таласып отыр. Құдай жоқ деп жазып қойған. Құдай болу үшін қалаған істей алу керек, әйтпесе Құдай болмай қалады, дұрыс па? Ол қайдан шығады? Мен қуанып отырмын. Исламды қабылдадым дейді, тәңірлік дүниетанымды қорғап отыр. Құдай жоқ деп айтпа. Құдай жоқ деп айтпа дейді. Құдай жоқ деп отыр. Ол жерде Раббы жоқ деп жазылмаған. Тіпті Раббы дегенді мойындамай қойсаң, Аллах жоқ деп жазылмаған. Құдай жоқ деп қазақтың дүниетанымымен жазып қойған. Құдай жоқ деп отыр. Тәңіршілерге айтып отыр. Сенің айтып отырған Құдайың жоқ деп отыр. Тәңірші бұқ етіп отырған жоқ. Жоқ болса не істейміз енді? Бар болса не істейміз? Құдайды бар десең, Құдайды жасаған затты, оның туындатқан, оны жаратқанын тауып беруің керек. Сөйтіп кете береді бүйтіп. Оны дәлелдеу мүмкін емес. Жаратушының жоқ дейтін атеистер де оны дәлелдей алмайды. Жаратушының бар дейтін яғни религиозный адамды оны дәлелдей алмайды. Бір жаратушы бар. Бұл қазақтың сөзі. Сол бір жаратушы бар деп қойған сөзіне Құдай деп қояды. Ол шұнақ десе Құдайды боқтап жібереді. Бірақ ол қазақ дүниетанымы. Осы сөзді айтып отқан кезде Раббыға тиіскен жоқ, Иеговаға тиіскен жоқ, Брахманға, Отқа, тағысын тағы толып отқан өзге халықтардың жаратушыларының есіміне тиіскен жоқ қазақ. Боқта сөзінің Құдайын боқтап отыр. Мақта сөзінің Құдайын мақтап отыр. Біз де кейбір сұрақтарға жауап бере алмай қалсақ, бір Құдай біледі дей саламыз. Аллах біледі, немесе Раббы біледі деген секілді. Таңғаламын мені. Қазақтың дүниетанымына таласып жатыр. Құдай жоқ деп айтпа. Құдай жоқ деп айтпа дейді. Ол жерде Раббы жоқ деп жазылмаған. Аллах жоқ деп жазылмаған. Құдай жоқ деп айтпа дейді. Содан кейін соны қорғап жатыр. Құдай жоқ деп отыр. Қазақтың сөзі. Парсының да сөзі емес, Индияның да сөзі емес. Қазақтың 2.600.000 сөздік қорының біреуі. Олсыз қазақ сөзі, қазақ дүниетанымы бүтін болмай қалады. Қазақтың әрбір сөзінің артында қазақ бейнелеген мына тұрған әлемнің түр-тұрпаты, сипаты бар. Қаныңнан айналайын қазақ. Сол қаныңның ішіне қазақтың сөздерін нығарлап салып тастаған сенің ұлығыңнан айналайын қазақ. Мінекей ұрпағың 100 жерден басқа религияны, вераны таңдадым десе де қазақтың дүниетанымын қорғап отыр. Құтты болсын қазақ. Ана біздің қазақтың балалары ешқайда кетпепті. Жүрегінде әлі қазақтың дүниетанымын қорғайтын, қазақтың сөзін қорғайтын бір кішкентай болса да шоқ қалқапты. Лауласын, жансын. Құдайды қорған бар. Бірақ есіңнен шығарма. Қазақ Құдай туралы, оның барлығы жоқтығы туралы талас жүргізбейді. Ойласам да ойламасам да ойымда тұратын ден дейді болды. Это процесс дейді. Ол ден дейді.